Қазақтың кіл қаймағы Қарадала төрінде Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, өмірін өлеңмен өрнектеген талантты ақын драматург Бақыт Беделханның 50 жас мерейтойы туған жерінде дүркіреп өтті. Ақынның ардақтаған алаш жұрты 2 күн бойы құтты мекен Шонжу өңірін ән мен жырға, мақтау мен марапатқа, сый мен құрметке бөледі. Шынында қасиетті Қарадалада бұл күні поэзия үні қалықтады. Ақынын ардақтаған туған халқы мерейтойда абыроймен атқарып шықты. Алдымен 50 жастың есігі Әлмерек бабай ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, абыз рухына Құран бағыштаумен ашылды. Мұнан кейін мерейтойлық әдеби шығармашылық кеш мәдениет үйінде жалғасты. Онда қонақтарды Бақыт Беделханұлының балалығынан бүгінгі дейінгі өмір тарихы, өлең жыр кітаптары мен естеліктері тізбектелген Аспан таудың ақыны атты көрмесі қойылыпты. Сондай-ақ бұл күні мерейтойға арнайы ұйымдастырылған Уақыт жүрегі атты республикалық ашық жыр мүшәйрасының Аспан таудың алақаны атты оқушылар арасында өткен көркем сөз шеберлері байқауының қорытындысы жарияланды. Жеңімпаздарға ақшалай сертификаттар берілді. Арнайы диплом және 1 миллион теңгелік сертификат. Роза Сейілхан, бірінші орын иегері. Шапалақпармен қошеметтеріңіз. Мен бәріңмен біргемін атты әдеби шығармашылық кешке президент кеңесшісі Мәлік Нұржанұлы арнайы келіп, ел президентінің құттықтауын жеткізді. Сондай-ақ ақынды алтын барыс төс белгісімен марапаттады. Бұл кешке қазақтың кіл қаймағы жиналды. Азулы ақындар, мәжілісмендер мен мәртебелі қонақтар ақынға ақ жарма тілектерін арнап, құттықтау сый сияпатында аямады. Бақыт Беделхан жақсы ақын, осы елдің тойы болып отыр. Жақсы қарсы алып, облыс республиканың масштабын өткізіп жатыр. Оған ризамыз. Кеш барысында ақынның ұлы сия кітабының тұсаукесер рәсімі де өтті. Елге жұртқа рахмет айтқым келеді. Біріншіден, негізгі ойым елді рухани ояту, сілкіндіру, серпілдіру, рухтансын деген дүние. Сосын бес саусақтай бүгіліп, жұдырықтай жұмылып, бір ымыралы, ынтымақты елдің ортасында да рухы биік, қол ұстасқан ел бар екенін білдіру, сездіру және еңсесін көтеру. 50 жас мерейтой мерекелік гала-концертпен жалғасты. Қазақ эстрадасының айтулы өнерпаздары әннен шашу шашып, Бақыт Беделханұлының сөзіне жазылған туындыларды орындады.